Сәлем балалар, қазақ тілі 2 сынып 2 сабақ тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. Сұрақтарды жалғастырып көр және жауап бер. Ауызша сөйлеу дегеніміз не? Жазбаша сөйлеу. 5-ші жаттығу мәтінді түсіну оқы. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы беріледі. Ал жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабар. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мұндай суреттер ескі үңгір қабырғалар мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа да түрлі таңбалар пайдаланады. Ендеше біз сұрағымызды әрмен қаратай жалғастырамыз. Алғашқы адамдар айтатын ойын немен бейнеленген? Алғашқы адамдар өз ойларын аңшылық сәттерін және қоршаған ортаны тасқа салынған суреттер, петроглифтер арқылы бейнеленген. Олар бояу ретінде түрлі түсті балшықты, көмірді және өсімдік шырындарын пайдаланған. Салынған суреттер қайда сақталған? Ол суреттер негізінен үңгірлердің қабырғаларында, жартастарда және үлкен тастардың бетінде сақталған. Мысалы, Қазақстандағы таңбалы тас кешінде осындай ежелгі жартас суреттері көптеп кездеседі. Қазір суреттің орнына не қолданамыз? Қазіргі уақытта біз ақпаратты беру үшін суреттердің орнына әріптерді, сандарды, тыныс белгілерін, яғни жазуда қолданамыз. Сондай-ақ заманауи құралдарын қағаз бен қаламды, компьютерлерді, планшеттер мен смартфонды пайдаланамыз. Мәтіннің алғашқы бөлігін көшіріп жазасың. Біздің еститін және айтатын сөзіміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл дыбыс арқылы бөлінеді. Дыбыс арқылы неке сөйлеу арқылы, ауызша айту, телефон арқылы, кітап оқу арқылы ауызша беріледі екен, және ән айту. 6-ші жаттығу. Суреттегі заттар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Сыныптас досыңмен бірге талқыла. Сөйлеудің түрлері ауызша сөйлеу, диалог пен монолог, жазбаша сөйлеу, мәтін, хат, тағы басқалар. Ал компьютердің көмегімен жүзеге асатын сөйлеу түрі жазбаша сөйлеу. Себебі біз компьютерде мәтін тереміз, хабарлама жазамыз, электронды пошта, презентация, чат қолданамыз. Кейде компьютер арқылы дауысты жазып, дыбыстық хабарлама жіберуге болады. Бірақ ол тікелей ауызша сөйлеуге жақын. Негізі дұрыс жауабы. Компьютердің көмегімен көбіне жазбаша сөйлеу болады. Мысалы, оқушыларға түсіндірген кезде мысал ретінде WhatsApp-та жазысу мен Zoom-да сөйлесу айырмашылығын көрсетеді. Компьютермен жұмыс істеу нұсқалықты толтырып жаз. Бірінші, экранға жақын отырма, қисаймай тік отырма. Яғни, компьютер алдында дұрыс отыру, көзден мониторға дейін қашықтықты сақтау, әр 20-30 минут сайын үзіліс жасап, көз бен мойынға арналған жаттығулар жасау. Интернетте жеке ақпаратты, яғни мекен-жай, телефон нөмірін бөлісуге болмайды. Күмән келтіретін сілтемелерді баспау және қауіпті сайттарға кірмеу керек. Шығармашылық үзіліс. 7-ші жаттығу. Жұмбақтармен шешуіндегі заттарды сәйкестен. Сөзді дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешем, ақылы асқан көсем. Бұл неке? Кітап. Әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші. Әр үйде бар тапқышын, қане білші. Бұл радио. Өздерінің қимыл мен ишара арқылы жұмбақ жасап көріңдер. Жұмбақтардың шешуіндегі сөздер сөйлеудің қай түрін жататынын анықта. Бұл сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Ендеше назар аударайық. Бірінші, қолыммен басымды сипаймын, жерге жатып ұйықтаймын. Бұл қимыл екен, ұйықтау. 2 қолды қанат қып, үнсіз ұшамын. Бұл қай жануар? Құс екен. Бұл да жаңағы қимылды білдіреді. Аузымды ашып ырылдаймын, тырнағымды көрсетемін. Қай аң үнмен? Арыстан, яғни дыбыс. Басым бұлғап, құйрығым бұлғап, мяу-мяу деп дыбыс салам. Қандай жануар мен? Мысық. Бейнелеу, немесе дыбыс. Жұмбақтың шешуіндегі сөздермен сөйлем құрастырайық. Адам денсаулығы үшін ұйықтау өте маңызды. Құс көктем келгенде жылы жаққа ұшып кетеді. Арыстанды орманның патшасы деп атайды. Біздің үйімізде ақ түсті әдемі мысық бар. 8-ші жаттығу. Суреттегі заттардың алғашқы әріптері мен сандарын реті бойынша сөз шығарып айт. Яғни бірінші сөзде бізде жүзім Ж, екінші алма деген А, үшінші ұшақ, зымыран дейміз, үшінші зымыран, 4-ші балық, 5-ші алмұрт, 6-шы шана, 7-ші ананас. Сонда бізде жазбаша деген сөздер шықты. Енді ауызша сөзін осылар суреттердің көмегімен құрастырып көрейік. Бірінші бізде алма тағдалдық А, екінші бізде уқ, У, үшінші бізде ыдыс,
төртінші зебра з, бесінші шаңырақ ш, алтыншы аю а. Сонда ауызша деген сөз шықты. Балалар, бүгін біз ауызша және жазбаша туралы мағлұматтар алдық. Сабақ аяқталды.